Алдыңғы видеоны енді монтаждау кесуді үйретемін. Қараңыз, мен S кнопкасын бассам бұлай болады, видео бассам бұлай өзгереді. Міне көріп тұрғандай мен жерде. Бізге мен көбінесе тек қана S пен V мен жұмыс істеймін, қалғаны керекті емес. Кейде текстті қолдануға болады. Мысалы, осы екі араны кесіп жіберу керек болса, қысқартып жіберу керек болса. Жасай қоймыз. Мына жерге бәрі артайды. Салайық. Все. Осылай кесетін жерді кесеміз, және де бұлай қозғаймыз. Мына екеуін бір-бірінен отменить связь деп ажыратып тастауға болады. Орнын қозғап. Және де кесіп керегін. Сосын мына мысалға тағы бір не маңызды жерін көрсетіп жіберейін. Мысалы бұл жер загрузка болады, оны тездетіп жіберу болады. Қай жерде загрузка бітеді, көреміз. Мына жерден қараймыз, қай жерге загрузка бітеді. Сынып кеткен жерге қоямыз да, мынаны белгілейміз. Сосын маңызды жер бұлай ашамыз да, мына жердің дауысын басып түсу керек. Керек жеріне дауысын өкпей. Оказывается, 2020-да максимум бар екен. Мына дауысын басып түседі. Тым қатты басып сағандықтан біздер минус 13-ке қойып қойып. Қарайық та. Немесе дауысын басудың мынандай түрі бар. Элемент управления, және де громкость, жаңағы көкті алып түсу керек, общий не істеу үшін. 20 деп қойып. Көкті не үшін алып тастайтынымызды, не үшін керектігін кейін алдағы уақытта түсіндіретін болады. Сосын оң жақ кнопканы басамыз, видеоның үстіне скорость, продолжительность, мысалы 500 деп қойып. Сосын арақашықтықты қысқартып тастау үшін бүйтіп кетіре салу болады. Не болмаса delete-пен, не болмаса shift delete-пен істесеңіз, кетірсеңіз, мына автоматически қай жерде тұрса да қазір көрсетемін. Мысалы, мына жерде тұрса да shift delete дегенде мына видеоның басынан басталатын болады. Көз көрейік мынаны. Одан да тездетіп қойық. Өйткені бізге қылтып қойық. 1000 деген 10 есе деген тез. 1000%-ке. Осымен болды. Сау саламатта болыңыздар. Келесі сабақта тағы пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Подписаться етіп қоюды ұмытпаңыз, және де колокольчикті басып қойыңыз. Қызықты, керекті видеоларды кетіріп алмас үшін. Сау болыңыздар.